Дәл қазір экран алдында отырсың. Саған өз мәселелерің әлемдегі ең маңызды нәрсе болып көрінеді. Төленбеген несиеңді ойлап уайымдайсың. Біреудің саған қалай қарағанын, доллар бағамы немесе бұзылып қалған көлігіңді ойлайсың. Нәпсің саған осы әлемнің ортасы сенің өмірің бүкіл ғаламдағы ең маңызды нәрсе деп сыбырлайды. Бірақ бірнеше минутқа сезімдеріңді өшіріп, орнына суық ақыл мен астрофизика ғылымын қосайық. Қазір сенің тәкаппарлығыңды мәңгілікке күйрететін саяхатқа алып шығамын. Егер бұл видеоны соңына дейін көрсең, өмірің бұрынғыдай болмайды. Сен әр намазда кімнің алдында тұрғаныңды шын мәнінде түсінесің. Дайынсың ба? Онда бастаймыз. Жақсылап зейін сал. Алдымен жер планетасына қара. Ұлан-ғайыр мұхиттар, алып құрлықтар, 8 миллиард адам. Бізге бұл орасан зор әлем болып көрінеді. Адамзаттың бүкіл тарихы ұлы империялар, дүниежүзілік соғыстар, қуаныш пен қайғының барлық көз жасы, барлық пайғамбарлар мен барлық залым билеушілер, бәрі осы кішкентай ғана жер бетінде өтті. Бірақ біз жерден небәрі бір астрономиялық бірлікке алыстасақ болды, біздің алып әлеміміз шексіз қараңғылықтағы бұлыңғыр көк түсті кішкентай ғана шаң тозаңға айналады. Енді күнге қарай жақындайық. Осы алып жанып тұрған жұлдыздың ішіне жер сияқты 1.300.000 планета сияды. Иә, дәл солай, 1.300.000 жер. Күннің жанында біздің жеріміз ол молекулада емес, ол тіпті математикадағы болмашы ғана қалдық сияқты. Күн өте үлкен деп ойлауың мүмкін. Жоқ, ғарыштың өлшемімен қарағанда күн қарапайым ғана сары ергежейлі жұлдыз. Ғаламның шетінде жымыңдаған титтей ғана ұшқын. Енді әрі қарай ұшайық. Міне, саған белгілі ең алып қызыл жұлдыздың бірі Ювайшита. Егер оны күн жүйесінің ортасына орналастырсақ, ол Меркурийді, шолпанды, жерді, Марсты түгел жұтып қойып, Юпитердің орбитасына дейін жетер еді. Егер сен жолаушылар ұшағына отырып, осы жұлдызды экватор бойымен сағатына 900 шақырым жылдамдықпен бір сәтке тоқтамай айналып ұшатын болсаң, толық бір айналым жасау үшін саған 1200 жыл қажет болар еді. Ал оның ішіне біздің күн сияқты 5 миллиард жұлдыз сыйып кетеді. Осы жерде миың бұл сандарды қабылдаудан бас тарта бастайды. Бірақ бұл тек бастамасы ғана. Енді одан әрі алыстайық. Галактикамыздағы құс жолы. Мұнда шамамен 100 миллиард жұлдыз бар. 100 миллиард алып ядролық от ошақтары. Әр қайсысының айналасында сансыз ғаламшарлар айналып жүр. Жарық ғаламдағы ең жылдам құбылыс. Ол бір секундта 300.000 шақырым жүреді. Соған қарамастан жарықтың құс жолының бір шетінен екінші шетіне жетуі үшін 100.000 жыл қажет. Иә, жарық жылдамдығымен тоқтаусыз 100.000 жыл ұшу керек. Егер құс жолының көлемін Қазақстанның аумағында етіп елестетсек, онда біздің күн жүйеміз лас асфальттың үстіндегі көзге әрең көрінетін бактериядай ғана болар еді. Ал дәл қазір осы 100 миллиард жұлдыздың бірінің маңындағы титтей ғана планетада сен отырсың. Сен отырып алып, неге таң намазына тұра алмадым? Аллах мені түсінеді ғой деп өзіңді ақтап отырсың. Бірақ ғылым сенің тәкаппарлығыңа тағы бір ауыр соққы береді. Құс жолы бүкіл ғалам емес. Ол алып мегаполистегі кішкентай ғана аудан. Біздің галактика жергілікті галактикалар тобының құрамында. Бұл топ Бикеш шоғырын айналады. Ал Бикеш шоғыры Ланиакея деп аталатын алып супер шоғырдың титтей ғана бөлігі. Ал бақыланатын ғаламда осындай 2 триллионға жуық галактика бар. 2 триллион. Әр галактикада миллиардтаған жұлдыздар орналасқан. Ғаламның алып болғаны соншалық, оның ең алыс шетінен шыққан жарық бізге жету үшін шамамен 13 миллиард жылдан астам уақыт қажет болады. Міне, дәл осы жерде қазіргі астрофизика тоқтайды. Одан әрі адамзат ештеңе көре алмайды. Бұл ғылымның шекарасы. Бұл адамзат білімінің соңғы нүктесі. Ғалымдар одан әрі не бар екенін білмейміз дейді. Мүмкін шексіз қараңғылық шығар. Мүмкін мүлде басқа әлем шығар. Ал ислам бұл сұрақтың жауабын 1400 жыл бұрын берген. Біз жаңа ғана айтып өткен бүкіл алып ғалам, барлық квазарлар, барлық қара құрдымдар, барлық 2 триллион галактика, барлық сансыз жұлдыздар. Ислам ілімінде бұлардың барлығы небәрі бірінші аспан ғана. Бұл дүние аспаны.
Аллаху Тәәлә Құранда оны жұлдыздармен безендіргенін және қорғау үшін жаратқанын баяндайды. Демек, бүгінгі ғылым зерттеп жүрген бүкіл ғалам жаратылыстың ең төменгі қабатындағы кішкентай ғана бөлшек. Ал енді миыңды одан сайын таң қалатын нәрсеге дайында. Аллахтың елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам бізге осы физикалық әлемнің ар жағында не бар екенін түсіндіріп кеткен. Ол кез келген адамның түсінуіне болатын мысал келтірген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай деген: 7 аспан арштың алдында шөлге тасталған темір сақина секілді ғана. Осыны көз алдыңа елестет. Қолыңдағы кішкентай темір сақинаны алып, Сахара шөлінің дәл ортасына лақтырып жібердік делік. Шексіз құм, көкжиекке дейін созылған дала. Сол кішкентай сақина бүкіл біздің ғалам. Ал қалған ұлан-ғайыр шөл екінші аспанның кеңдігі ғана. Біздің бүкіл физикалық әлеміміз екінші аспанның алдында мүлде жоғалып кетеді. Бірақ бұл да соңғысы емес. Екінші аспан үшінші аспанның алдында дәл сондай сақина ғана. Үшінші, төртінші аспанның алдында сақина. Төртінші, бесіншінің алдында сақина. Бесінші, алтыншының алдында сақина. Алтыншы, жетінші аспанның алдында да сақина ғана. Әрбір келесі қабат алдыңғысынан соншалықты ұлы болғандықтан, төменгі қабаттың көлемі мүлде мәнін жоғалтады. Адамзат қашықтықты жарық жылдамдығымен өлшейді. Ал осы аспандардың арасындағы ара қашықтықты қалай өлшеуге болады? Хадистерде жер мен бірінші аспанның арасы 500 жылдық жол. Бірінші аспанның қалыңдығы тағы 500 жылдық жол. Әрбір аспанның арасы да осындай ұлы қашықтық екені баяндалған. Бұл жерде Эйнштейннің заңдары жүрмейді. Мұнда уақыттың, жарықтың немесе тартылыс күшінің біз білетін заңдары әрекет етпейді. Бұл бізге беймәлім жаратылыс әлемі. Телескоптар ешқашан көре алмайтын әлем. Дәл осы 7 аспан арқылы Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Исра мен Миғраж түнінде көтерілді. Бірінші аспан, екінші аспан, үшінші аспан, осылайша 7-ші аспанға дейін жетті. Ал 7-ші аспанның ең шетінде барлық жаратылыстың білімі тоқтайтын жер орналасқан. Ол Сидратул Мунтаха. Одан әрі ешбір періште де, ешбір пайғамбарда өте алмайды. Сол жерден кейін Аллахтың ұлылығының шексіз әлемі басталады. Енді сен 7 аспан бос кеңістік деп ойлайсың ба? Ол жерде тек үнсіздік пен мұздай қараңғылық ғана бар деп ойлайсың ба? Жоқ. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам адам ақылын таң қалдыратын сөз айтқан. Аспандар сықырлайды. Олардың сықырлауға толық хақысы бар. Сосын былай дейді: жаным қолында болған Аллахпен ант етемін. Аспанда 4 саусақтай да бос орын жоқ. Әрбір орында Аллахқа сәжде жасап тұрған періште бар. Ал енді осы көріністі елестетіп көр. 7 аспанның ұлан-ғайыр кеңістігінің әрбір тұсы бірде-бір саңылау қалмай сансыз періштелермен толған. Миллиардтар, триллиондар, адам санымен есептеу мүмкін емес қаншама періште дәл қазір Раббыңның алдында сәжде жасап тұр. Олар бастарын көтеруге батпайды. Өйткені жаратушының ұлылығы олардың жүректерін толықтай баурап алған. Сондықтан аспандар олардың көптігі мен салмағынан сықырлайды. Өкінішке қарай адамдардың көбі періштелерді ертегідегі аппақ қанатты әдемі адамдар ретінде елестетеді. Бұл шындыққа сай емес. Бұл қазіргі мәдениет ойлап шығарған бейне. Аллахтың періштелері адам ақылы елестете алмайтын ұлы жаратылыстар. Егер адам олардың біреуін ғана шынайы кейпінде көрсе, қорқыныштан жүрегі тоқтап қалуы мүмкін. Олар нұрдан жаратылған. Оларға тамақ та қажет емес, ұйқы да қажет емес, шаршау дегенді білмейді. Олар ешқашан Аллахқа қарсы келмейді. Раббылары не бұйырса сол сәтте орындайды. Олардың қанатының бір ғана қағысы тұтас бір халықты жер бетінен жойып жіберуге жетер еді. Енді періштелердің ең ұлысы Жебірейілді елестет. Дәл сол Жебірейіл барлық пайғамбарларға уахи жеткізген. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам оны өзінің шынайы бейнесінде өмірінде небәрі 2 рет көрген. Сол кезде Жебірейіл көкжиектің бір шетінен екінші шетіне дейін бүкіл аспанды жауып тұрған. Күн де көрінбеді, аспан да көрінбеді. Барлық кеңістік оның алып денесімен көмкерілді. Оның 600 қанаты болған. Сол қанаттарынан інжу мен маржан жақыт төгілген. Ол қанаттарының бір ғана қозғалысы тұтас бір қауымды жоқ қылатын дауыл тудыруға жететін еді. Сонда да осындай алып періште
Раббысының әмірімен біздің титтей ғана жерімізге түсіп келетін. Бірақ Жебірейілдің өзі де ең үлкен жаратылыс емес. Исламда аршты көтеріп тұрған періштелер туралы айтылады. Олардың ұлылығы адам қиялынан әлдеқайда асып түседі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям солардың бірі жайлы былай деген: маған аршты көтеруші періштелердің бірі туралы айтылуға рұқсат берілді. Оның құлағының сырғалығы мен иығының арасы жүйрік құстың 700 жылдық ұшу қашықтығына тең. 700 жыл. Құс тоқтаусыз 7 ғасыр ұшып, тек оның құлағынан иығына дейін ғана жетеді. Ал оның бүкіл денесінің көлемі қандай, қанаттарының ұзындығы қандай, бұны адам ақылы елестете алмайды. 7-ші аспанның үстінде тағы бір ұлы орын бар. Ол Байтул Мамур. Бұл көктегі қағба. Күн сайын оған 70 мың періште кіріп құлшылық етеді. Күн сайын 70 мың. Ең таңғаларлығы, сол періштелер ол жерге өмірінде тек бір-ақ рет кіреді. Қайта оралуға кезек ешқашан жетпейді. Өйткені періштелердің саны адам санынан тыс. Раббысының әскері шексіз. Ал сен бөлмеңдегі кішкентай жайнамаздың үстіне тұрған кезде, сол шексіз құлшылық жасап жатқан періштелердің қатарына қосыласың. Сен жалғыз намаз оқып тұрған жоқсың. Сен бүкіл жаратылыстың ұлы зікіріне қосылып тұрсың. Енді біз жаратылыстың ең ұлы шегіне жақындап келдік. Қазірге дейін айтылғандардың бәрін санаңа жина. Бүкіл бақыланатын ғалам, 2 триллионнан астам галактика, сансыз жұлдыздар, 7 аспан, оларды толтырып тұрған алып періштелер, оның барлығын бір сәтке көз алдыңа елестет. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям айтқан мына хадиске құлақ түр. 7 аспанның күрсімен салыстырғандағы жағдайы ұлан ғайыр шөлге тасталған темір сақина секілді ғана. Тағы да сол мысал, шексіз шөл, ал ортасында жатқан титтей ғана темір сақина. Міне, біз жаңа ғана айтып өткен бүкіл ғалам, 7 аспан, періштелер, барлық жаратылыс күрсінің алдында сол сақина ғана. Енді сен аятул күрсидегі мына аяттың мағынасын мүлде басқаша түсінесің. Оның күрсісі көктер мен жерді қамтиды. Бұл жай ғана көркем сөз емес, бұл ақиқат. Аллахтың күрсісі соншалық ұлы болғандықтан бүкіл жаратылысты еш қиындықсыз қамтып тұр. Ал көктер мен жерді сақтау оған ешбір ауырлық түсірмейді. Ұлы Раббымыз үшін бүкіл жаратылысты басқару біз үшін бір түйір шаңды көтеруден де жеңіл. Бірақ егер сенің ақылың осы жерге дейін жетсе, енді соңғы қадам қалды. Күрсі ең ұлы нәрсе емес. Күрсінің үстінде әл-арш орналасқан. Аллахтың ұлы аршы. Бұл бүкіл жаратылыстың ең алып әрі ең ұлы жаратылысы. Одан үлкен еш нәрсе жаратылған жоқ. Хадисте былай делінген: арштың күрсіден артықшылығы шөлдің темір сақинадан артықшылығы сияқты. Демек 7 аспанды жұтып қойғандай көрінетін күрсінің өзі де арштың алдында титтей ғана сақинаға айналды. Осы жерде адамның барлық есеп қисабы тоқтайды. Математика үндемейді, астрофизика жауап бере алмайды. Кванттық физикада бұл өлшемдерді түсіндіре алмайды. Өйткені арштың ұлылығын адам санасы қамти алмайды. Арш бүкіл жаратылысты қоршап тұр, ал оны көтеріп тұрғандар біз жаңа ғана айтқан алып періштелер. Құлағы мен иығының арасы 700 жылдық жол болатын періштелер. Бірақ ең маңызды ақиқатты дәл қазір түсін. Арш қаншалықты ұлы болса да, ол жаратылған нәрсе ғана. Ол Аллах емес, ол Раббының құлдарының бірі ғана. Ендеше осындай ұлы аршты жаратқан Аллахтың ұлылығы қандай? Ол кеңістікпен шектелмейді, уақытпен шектелмейді, өлшеммен де шектелмейді. Ол бүкіл жаратылыстан бөлек, бүкіл нәрсенің жаратушысы. Сен намазды бастағанда Аллаху әкбар деп айтасың. Бұл сөздің мағынасы Аллах бәрінен ұлы. Ол сенің мәселелеріңнен де ұлы. Ол бүкіл ғаламнан да ұлы. Ол 7 аспаннан да ұлы. Ол күрсіден де ұлы. Ол арштан да ұлы. Сенің барлық қорқынышың, барлық қарызың, барлық қайғың, барлық қиындықтарың оның құдіретінің алдында еш нәрсе емес. Енді қайтадан өз бөлмеңе оралайық. Қолыңда телефоның бар. Сен қарапайым ғана бөлмеде отырсың. Ал жаңа ғана біз шексіз ғарыштың ең соңына дейін сапар шектік. Есіңе түсір. Жер бүкіл жаратылыстың жанында шаң тозаң ғана. Ал сол шаңның үстінде сен өмір сүріп жатырсың.
Сен бір тамшы судан жаратылған адамсың. Өмірің бүкіл мәңгіліктің жанында бір сәтке де жетпейді. Бірақ дәл осы жерде исламның ең керемет сыры жатыр. Бүкіл әлемдердің Раббысы қара құрдымдарды, квазарларды, триллиондаған галактикаларды, шексіз періштелерді, арышты, күрсіні, барлығын басқарып тұрған Аллах дәл қазір сені де көріп тұр. Ол сенің жүрегіңнің қалай соғып тұрғанын біледі. Ол сенің ойыңнан жаңа ғана не өткенін біледі. Ол сенің қайғыңды біледі, қарызыңды біледі, қорқынышыңды біледі. Ешкімге айтпаған көз жасыңды да біледі. Шексіздіктің иесі дәл қазір саған назар аударып тұр. Сен намазға тұрған сәтте, Аллаху Акбар деген сәтте, сенің Раббың сені естиді. Сен намазға тұрған сәтте ерекше бір құбылыс орын алады. Саған миллиондаған қашықтықты еңсеретін ғарыш кемесі қажет емес. Сенің дұғаңның Аллахқа жету үшін мыңдаған жыл күтудің қажеті жоқ. Сен сәждеге бас қоясың, маңдайыңды жерге тигізесің, өзіңді ең төменгі орынға қоясың. Адам баласы үшін мүмкін болатын ең үлкен кішіпейілдік көрсетесің. Сен жай ғана жайнамазға сыбырлап дұға етіп тұрғандай көрінесің. Бірақ дәл сол сәтте сенің дұғаң жеті аспаннан да асып, ұлы арштың үстіндегі Раббыңа ешқандай кедергісі жетеді. Ешқандай делдал жоқ, ешқандай қақпа жоқ, ешқандай тосқауыл жоқ. Раббың сенің дұғаңды сол мезетте естиді. Енді өзіңе бір сұрақ қой. Осындай ақиқатты білгеннен кейін адам қалайша тәкаппар бола алады? Құс жолының бір шетінде көзге ірінбейтін шаңның үстінде өмір сүріп жатқан адам қалай намаз оқуға уақытым жоқ деп қартайғанда оқимын, бүгін еріншектік жеңіп кетті деп айта алады? Бұл жай ғана салғырттық емес, бұл рухани соқырлық. Намаз Аллахқа қажет болғандықтан парыз етілмеген. Аллах біздің құлшылығымызға мұқтаж емес. Оның әмірін бір сәтте бұзбайтын сансыз періштелер бар. Мыңдаған жылдар бойы басын көтермей сәждеде тұрған алып періштелер бар. Намаз Аллахтың саған берген ең үлкен сыйы. Бұл күніне 5 рет патшалардың патшасының қабылдауына кіруге берілген ерекше мүмкіндік. Күніне 5 рет жеті аспанның есігі сен үшін ашылады. Күніне 5 рет арштың иесі сенің мұңыңды тыңдауға дайын болады. Ал біз көбіне сол шақыруды елемейміз. Телефондағы хабарламаны маңыздырақ көреміз. Әлеуметтік желідегі бейнелерді маңыздырақ санаймыз. Дүниелік тіршілікті Раббымызбен кездесуден жоғары қоямыз. Бәлкім бұл видеоны бүгін көруің кездейсоқ емес шығар. Бәлкім Аллах дәл осы сәтте жүрегіңді оятқысы келген шығар. Енді сен ақиқатты білесің. Аллахтың ұлылығы туралы білесің. Өзіңнің қаншалықты әлсіз екеніңді түсіндің. Енді бұл білім үшін жауап бересің. Енді мен білмедім деп айта алмайсың. Әрбір өтіп жатқан секунд өміріңнің азайып жатқан бөлігі. Жұлдыздар дүниеге келіп жатыр. Жұлдыздар сөніп жатыр. Галактикалар қозғалып жатыр. Періштелер сәждеде тұр. Бүкіл жаратылыс Раббысына бойұсынып тұр. Ал сен осы үйлесімнің ішінде жалғыз ғана қарсы келуші болып қалма. Бүгін таңдау жаса. Бұл сөздерді тыңдап бұрынғы өміріңе қайта ораласың ба? Әлде орныңнан тұрып, дәрет алып, Раббыңның алдына барасың ба? Егер жүрегіңде иманның титтей болса да нұры қалған болса, орныңнан тұр, дәрет ал, жай намазыңды жай, қолыңды көтеріп, Аллаху Акбар дегенде бұл сөзді әдетпен емес, жүрегіңмен айт. Өйткені енді сен бұл сөздің мағынасын білесің. Аллах бәрінен ұлы. Ертеңгі күнді күтпе, тәубені кәрілікке қалдырма. Өлім періштесі сенің жасыңа қарамайды. Ол тек Раббысының әмірін орындайды. Мүмкін дәл осы намазың өміріңдегі ең маңызды намаз болар. Мүмкін дәл осы сәжде күнәларыңның кешірілуіне себеп болар. Мүмкін дәл осы дұғаң тағдырыңды өзгертер. Раббыңның алдында көзіңе жас алудан ұялма. Өйткені ол сені анаңнан да артық жақсы көреді. Келесі оқитын намазыңды соңғы намазым болуы мүмкін деп оқы. Әрбір тәкбірді жүрегіңмен айт. Әрбір сәждені ықыласпен жаса. Әрбір дұғаңды үмітпен тіле. Сонда ғана намаз шынайы, өміріңнің тірегіне айналады. Аллаху Тааля жүрегімізді өзінің ұлылығын шынайы танитын құлдарының қатарынан етсін. Амин.